Ойлы адамға бұл өмірде қызық жоқ дейді. Бақытты кез болмайды, бақытты шақтар болады. Қызықты кез болмайды, қызықты шақтар болады. Сол сияқты біздің де мына дүниеде ойлы адамға бұл өмірде қызық жоқ дейді. Біздің мына дүниедегі жетістігіміз, бір шаттыққа кенелген кезіміз, көңіл күйіміз көтерілуі мүмкін, бірақ негізінде негізгі көштің қай жаққа кетіп бара жатқанын ұққан адам қызықтың да сол жақта екендігін біледі. Сол үшін айтып отыр, Абай атамыз білді қызықтың қай жақта екендігін. Сондықтан да бұл өмірден қызық іздеймін деген адам ол адасқан адам. Біз бұл өмірде сол қызыққа қарай кетіп бара жатып, жол жөнекей осындай бір шаттыққа толы уақыттар болады, керемет сәттер болады, көңілді көншітетін кездер болады. Осының барлығына бүйтіп қатты қуанып кетпей ше, ойбай болдым деп ше, бітті міне жеттім деп үйтпей кәдімгі құдайға шүкір жақсы деп ары қарай кете беру ғой.